Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге қысқа арналған өте дәмді болып шығатын қызылша салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ең алдымен қызанағымызды осылай шегіп аламыз және қызыл тәтті бұрышымызды төрт бұрышты етіп дәл осылай майдалап турап аламыз. Және қызылшамызды дәл осылай майдалау етіп төрт бұрышты етіп турап аламыз. Пиязымызды дәл солай төрт бұрышты етіп турап аламыз. Сарымсағымызды ет тартқыштан езіп аламыз. Және сәбізімізді дәл осылай қызылша секілді етіп майдалап төрт бұрышты етіп турап аламыз. Ыдысымызды отқа қойып, үстінен сұйық майымызды құямыз. Осылай шаулаған кезде, майымыз қызған кезінде бір орта кесе пиязымызды, бір орта кесе сәбізімізді саламыз. Пиязымызды жақсылап осылай сәбізімізді қызартып қуырып алуымыз керек. Қуырылса күшті иіс шығып, және де салатымыз өте дәмді болып шығады. Дәл осылай араластыра отырып, бір 10 минуттай қызартып қуырып аласыздар. Мен көрсеткендей дәл осындай қызару керек, күйіп кетті деп қорықпаңыздар. Жан-жағы осылай қызарған кезде қалған пиязымызды салып, жақсылап араластырамыз. Пиязымыз жақсылап араластырып алған соң, үстінен жаңа қалған сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң, бір 10 минутқа қойып бетін жауып қоямыз. Пәс отқа. 10 минуттың ішінде арасында араластырып отырыңыздар, түбіне тартып кетпесін. 10 минут ішінде сәбізіңіз кішкене пәсиеді. Сол кезде қызылшамызды салып, үстінен 3 ас қасық тұз саламыз. Тұзды дәміне қарайсыздар кейін қайнаған соң. Себебі әр тұз әр түрлі. Мен 3 ас қасық салдым. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бір келкі араласу керек. Бір шет араласып, бір шет араласпай қалмасын. Егер араласпай астында тұрып қалса, қызып, түбі күйіп кетуі мүмкін. Сол себепті жақсы араластыруларыңыз керек. Бетін тегістеп, тағы бір 10 минутқа жай отта қайнатып пісіріп аласыздар. Араластырасыздар. Толыққанды жақсылап араластырып аласыздар тағы да. Араластырып болған соң үстінен жаңағы тәтті қызыл бұрышымызды саламыз. Оның үстінен мен 2 лавровый лист салдым. Енді біреуі үлкендеу. Сол себепті сіздер 3 лавр жапырағын салсаңыздар болады. Қара бұрышымызды салдым және құмшекеріміз салдым. Жақсылап араластырып аламыз. Толыққанды жақсы араласқан соң, тағы да бір 10 минутқа, яғни пәсейгенше бұқтырып пісіреміз. Кішкене жаңағы тәтті бұрышымыз кішкене басылу керек. Бетін жауып қоямыз 10 минутқа. 10 минут болған соң ашып, міне жай отта қайнап жатыр, көріп тұрғандарыңыздай. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң бетін тегістеп, жаңағы шегіп алған қызанағымызды саламыз, яғни құямыз қызанағымызды. Құйып болып, жақсылап тағы да араластырамыз. Араластырып болған соң, бір жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Дәл осындай пәс отта қайнау керек. Жарты сағат қайнаған соң, алдын ала турап алған укробымызды, бір бума және сарымсағымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, жай отта тағы да 10 минут қайнатамыз. Біздің салатымыз дайын. Өте дәмді салат болған. Түсінің өзі көрсетіп айтып тұр. Грамдарын барлығын описаниеға қалдырып кетемін. Алдын ала қақпағын және
банканы стерилизовать етесіздер, яғни қайнатып аласыздар. Қақпағын 15 минут, банканы 10 минутқа қайнатсаңыздар жеткілікті. Қайнатып алған соң ыстықтай құямыз салатымызды. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналыма төмен жағына пікіріңізді қалдырып, лүпіліңізді басып кетсеңіз, және де осылай банканы жауып болған соң, банканы теріс аударып қоясыздар, ауасы шығу үшін жылы одеялмен осылай орап қоясыздар. Банкыңыз салқындағанша.